Қайырлы күн достар, сіздер мен Назерке. Бүгін сіздерге бір жасағаннан шығатын өте дәмді оригинал рецепттердің бірі егорский самсаның рецебімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер, ең дәмді рецепттердің бірі болып шығады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз қамырын дайындап алуымыз керек. Ол үшін менің ыдысымда қаймақ және айран бар. Осыған тұз қосып жақсылап тұрып араластырып бір шетке алып қойыңыздар. Тұзымыз толықтай еруі керек. Және илектен өткізілген ұнымызға салқын сары майымызды ұнға аунатып, терканың ірі жерінен өткізетін боламыз. Қайта-қайта ұнға малып өткізіңіздер, сонда оңай өтетін болады. Бір шетке алып қойып, қолымызбен осылай крошка жасайтын боламыз. Ұн мен май жақсылап тұрып араласуы керек. Бір шетке алып қойыңыздар. Ендігі кезекте бізге жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаның бір бөлігін ғана қосыңыздар, екінші бөліктің сары уызын ғана қосыңыздар. Бізге ақ уыз қажет емес. Ақ уызды кейін бетіне жаққанға пайдаланамыз. Және араласқан массамызды айран мен қаймақ тұзымызды құйып, ұнға жақсылап тұрып араластырамыз. Ендігі кезекте қолымызбен жақсылап тұрып жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Жақсылап тұрып араластырыңыздар, себебі ұнға қосқан майымыз да еруі керек. Қолдың көмегімен қайта-қайта қамырды басып жіберіңіздер. Мінекей, жақсылап тұрып пакетке орап, тынығуы керек қамыр. Шамамен 20 минутқа қойып қойыңыздар. 20 минут өткеннен кейін қамырымызды тағы да қолмен қайтарып үйлеп, екі бөлікке бөліп алыңыздар. Себебі бір бөлікке бөлсеңіздер де болады, бірақ мен екі бөлікпен бөліп жасайтын боламын. Бір бөлігін пакетке салып қойып қойыңыздар, екінші бөлігіміз жайылып болғанша. Себебі беті қатып қалуы мүмкін, құрғап қалуы мүмкін. Ұнның көмегімен осылай чұқа етіп қамыр жайып алыңыздар. Қамырды қатты чұқа қылып жібермеңіздер, орташа қалыңдықта болса жеткілікті. Мінекей осындай болуы керек. Өте әдемі, тез жайылады. Бұл қамырмен жұмыс өте оңай болады. Осылай бір-біріне орап, бір шетке алып қойыңыздар. Екінші қамырды жайып болғанша. Арасына ұн сеппесеңіздер де болады, қамыр жабыспайды. Екінші қамырды да дәл бірінші қамыр сияқты ұнның көмегімен толықтай жайып аламыз. Толық жайылып болған қамырымыздың бетіне біз майды ертіп қосамыз. Яғни бөлме температурасында тұрған май болса, өте керемет жағылады. Қамырдың бетінен пайдаланып жатқан май менде щедрое лето 72%-тан басталады. Сондай майды пайдалансаңыздар да болады. Майлылығы 70-тен жоғары май болса жарамды. Екінші қамырды да дәл бірінші қамырдың бетіне орналастырып, оған да сары май жағып, осылай барлық жеріне тигізіп, рулет сияқты қылып орап, кері байланыс жасап жіберіңіздер. Бір-біріне орап, холодильникке салып қойыңыздар. Бір сағаттай тұруы керек пакетке орап. Начинкасына менде асқабақ, картоп, пияз және тартылған ет, дәміне қарай тұз, қарабұрыш және кішкене сұйық май құйып жүрсеңіздер де болады. Құймасаңыздар да болады. Жақсылап тұрып араластырыңыздар. Бір сағат тұрған қамырдың осылай ортасын ашып, бөліктерге бөліп алыңыздар. Мен осы шетте сіздерге самсаның 3 түйу тәсілін көрсетемін. Бірақ қараңыздар, кесіп болғаннан соң осылай бір-біріне қатты нығыздап, қамырды бірінші жайып аламыз. Қатты чұқа қылып жібермеңіздер, орташа қалыңдықта жеткілікті. Начинкасын молынан салсаңыздар өте дәмді шығады. Ең бірінші түйу тәсілі бұл осылай шетінен өріп шығасыздар. Қатты қысып бірінің үстіне бірін қоя берсеңіздер, сіздерден осындай форма шығады. Аяқ жағында ішіне қарай қайырыңыздар. Екіншісінде дәл осылай чұқа етіп жайып алып, начинкасын салып, ортасынан бір қысып алыңыздар да, ең шетінен бастап бірінің үстіне бірін қойып, үстінен өріп шығасыздар. Мінекей. Сіздерден де осындай шығады. Асықпай істесеңіздер болды. Үшіншісі, тағы да осылай чұқа етіп жайып алыңыздар. Начинкасын саламыз толықтай. Начинкасы мол болса, шын мәнісінде дәмді болады. Бұл өзіміздің қарапайым түйу тәсілі, яғни самсаның формасымен келтіріп түйсеңіздер болады. Негізі басқа да түйу тәсілдері өте көп. Сізге қайсысы удобно, қайсысы ұнайды, сол тәсілмен түйсеңіздер де болады. Бұл маңызды емес. Жұмыртқаның сары уызын, ақ уызын да жағуға болады. Толықтай барлық шетіне жағып,
ешнәрсе сеппей пісірсеңіздер де болады. Кунжут мак сепсеңіздер де болады. 180 градуста 30-35 минутта толықтай пісіп шығады. Қараңыздар, өзінің суы ағып, бір әдемі керемет болады. Әсіресе асқабақтың дәмі деген осы кезде керемет шығады достар. Міндетті түрде жасап, менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау